Әлемде судан кейін ең көп тұтынылатын сусын шай болып саналады. Өндірушінің қалауынша, кептіру алдындағы тотығу дәрежесі жиналған жапырақтардан қандай шай түрінің шығатынын анықтайды. Мысалы, жасыл шай аз кем ашытылса, қара шай қатты ферментацияланады. Улон шайының ашытылуы екеуінің орта мөлшерлемесіне тең. Улон Қытай тілінен аударғанда қара айдаһар дегенді білдіреді. Ол жасыл шайға қарағанда көбірек, қара шайға қарағанда азырақ ашытылатын жартылай тотыққан шай. Оның дәмі, хош иісі мен түсі ашық сарыдан қою қызылға дейін шай жапырақтарының өңделуіне байланысты өзгереді. Таиландта өндірілетін бұл кіріптас улонның бай, жұмсақ қуырылған дәмі бар. Көптеген өзге шайлар секілді, улон шайлары да камелия синенсис деп аталатын гүлді өсімдік түрінің жапырақтарынан жасалады. Егін жинау науқаны Таиландта мамыр мен қараша айларындағы өсімдіктің вегетациялық кезеңіне тұспа-тұс келеді. Жұмысшылар төбе бүршік деп аталатын нәрсені қолмен теріп жинайды. Онысы өсімдіктің басынан өсіп тұрған екі жас жапырақ пен өркеннің тұратын тұсы. Жылдың осы уақытында өсімдік әр 7-15 күн сайын жаңа төбе бүршіктейді. Тәжірибелі шай шебері процестің әрбір фазасын басқарады. Бірінші қадамы күнге солыту деп аталады. Бұл жерде жұмысшылар жапырақтарды шыны төбелі ғимаратқа апарып, оларды күннің астына 15-20 минутқа қояды. Солған жапырақтардың ішіндегі хлорофилл ферменттері ыдырай бастауынан тотығат ферменттелу үрдісі басталады. Бір мезетте ішіндегі ылғал буланады. Жұмысшылар күннің толық түсуін қамтамасыз ету үшін жапырақтарды жылжытып отырады. Содан кейін олар екінші қадам бөлмеде солту үшін жапырақтарды жинайды. Жапырақтары 6-8 сағат бойы бамбук табақшаларында қосымша тотыға келе, әр 2 сағат сайын ақырын араластырылады. Үшінші қадам ұсақтау. Жапырақтар айналатын дағыраға орналастырылады. Олар құйқылжи айналғанда жаншылады және ұсақ бөліктерге бөлінеді. Бұл жасушалық құрылымдарды бұзып, оттегінің ішке терең енуіне мүмкіндік береді. Бұл ферментациялауды айтарлықтай жылдамдатады. Сондай-ақ шайдың дәміне әсер ететін жапырақ шырынын шығарып тастайды. Шай шебері жапырақтардың жеткілікті тотыққандығына көз жеткізген соң 15-20 минутқа жапырақтарды газбен қыздырылған кептіргіште шайқап, тотығу процесін тоқтатады. Процестің бұл төртінші сатысы бекіту деп аталады. Себебі ол тотығу дәрежесін қажетті деңгейде бекітеді. Ол өндірістегі улонның әртүрлілігіне байланысты 8% бен 85% аралығында болады. Бұл процестің ең маңызды бөлігі, өйткені ол шайдың дәмін, хош иісін және түсін анықтайды. Келесі қадамда шай жапырақтары ұсақ түйіршіктерге айналады. Алдымен жұмысшылар жапырақтарды електен өткізіп, шаңнан тазалайды. Содан кейін олар жапырақтарды мақта матамен орап, алдымен илеу машинасына, содан кейін роликті пресске салады. Матаны илеу және бұрау арқылы ішіндегі жапырақтары кішкентай кесектерге айналтады. Бұл кесектердің пішіні шайдың дәмін арттырады, ал шайды ыстық суға малығанда дәмі біртіндеп орныға бастайды. Олар сүзу, илеу және илемдеу циклін шай шебері нәтижеге қанағаттанғанша тіпті 35 ретке дейін қайталайды. Содан кейін ғана соңғы қадам басталады. Қыздыру. Шай пешке жіберіледі. Онда ол шамамен 210 градус Фаренгейт температурасында әрқайсысы 20 минуттық 3 кептіру циклінен өтеді. Бұл дымқыл шайды құрғатып, ылғалдықты 5%-дан аз межелі деңгейге дейін төмендетеді. Қыздыру қадамы хош иісті де шығарады. Улон шайын демдеудің дәстүрлі әдісінде саз шәйнекке бір кесеге шамамен 2 шай қасық шай салынып қайнатылады. Ең дұрысы су Цельсий бойынша 85-100 градус аралығында болуы. Бірдей жапырақтар 3-10 минутқа дейін дәм беріп, 5 ретке дейін қайнатуға болады.